Сәлем достар! Менің мини-блогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол құм терапиясы. Құм терапиясы мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерін дамытады, әдемі жақсы көңіл күй сыйлайды, олардың жүйке жүйесін тыныштандыруға жақсы көмектеседі. Балалар, қазір біз ненің суретін салатынымыз жайлы жұмбақ жасырайық, иә? Сендер анықтап көріңдер. Адамдардың бәрі қызығады, су құймасаң сәні бұзылады. Ол не, балалар? Гүл! Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз гүлдің суретін салатын боламыз. Алдымен маған мұқият қарап алыңдар. Алдымен гүл салу үшін оның сабағын бірінші саламыз, иә? Кейін күлтешесін, одан кейін қалған әдемі күлтешелерін салып шығамыз, иә, балалар? Міне, тамаша. Енді барлықтарын салып көріңдер. Қазір мен сендерге құм сөп берейін, е? Кәне, салып шығыңдар. Сабағын салдық, күлтешелерін. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша, балалар. Сендерге ұйымдастырылған оқу қызметтеріне қатысқандарың үшін рахмет. Жарайсыңдар. Қолдарыңды былай қойып көріңдер. Қойыңдар. Кәне аламыз. Ненің ізі қалды? Қолдың. Иә, қолдың ізі қалды. Енді қазір тағы да. Енді былай істеп көреміз, кәне. Ненің ізі қалды, балалар? Жұдырықтың ізі қалды. Жарай.